Ағылшын тілінің 14-ші сабағы. Біз осы сабақта ағылшын тілінде етістіктерді өткен шаққа қалай алмастырамыз, соны үйренетін боламыз. Мына екі сөйлемді алайық. I open the window, I close the window. Мен терезені ашамын, мен терезені жабамын. Бұл сөйлемдердегі open, close етістіктерін өткен шаққа алмастыру үшін ed жалғауын негізгі етістік деп жалғасақ болғаны, бұл етістіктер өткен шаққа алмасады. Сонымен жасап көрейік. I opened the window. Мен терезені аштым. I closed the window. Мен терезені жаптым. Яғни есік соңына ed жалғауын жалғаймыз. Сонда етістік өткен шаққа алмасады. Осы сөйлемді барлық есімдіктермен жіктеп шығайық. I opened the window. We opened the window. You opened the window. You opened the window. He, she, it opened the window. They opened the window. Біз терезені аштық, сендер терезені аштыңдар, сен терезені аштың, ол терезені ашты, олар терезені ашты деп сөйлемдер жасадық. Яғни байқап отырсақ, барлық есімдіктерде етістік мүлдем өзгермейді. Бар болғаны ed жалғауымен барлық есімдіктермен бірге жіктеле береді. Басқа да мысалдарды қарап көрейік. I visited London last week. Last week деген алдыңғы апта. Мен Лондонға алдыңғы апта барып келдім. They played basketball last month. Олар алдыңғы ай баскетбол ойнады. You lived in Paris for 6 months. Сен Парижде 6 айдай тұрдың. Leonardo painted Mona Lisa. Леонардо да Винчи Мона Лиза картинасын салды деп сөйлемдер жасаймыз. Яғни байқап отырсақ, барлық етістік соңында ed жалғау жалғанып тұр және өткен шақта жасалынып тұр. Open, close, visit, play, live, paint. Яғни өткен шақта ed жалғау арқылы жасалынатын етістіктерді ағылшын тілінде regular verbs деп атайды. Яғни қазақша айтқанда дұрыс етістіктер. Бұл етістіктердің барлығына ed жалғауын жалғасақ болғаны етістік өткен шаққа алмасады. Бірақ бұл етістіктерден бөлек ағылшын тілінде irregular verbs деген етістіктер бар. Ол етістіктерге read, see, write, build, go, spend етістіктер жатады. Irregular verbs деген дұрыс емес етістіктер деген сөз. Яғни бұл етістіктерде біз ed жалғауын жалғау арқылы өткен шақта етістікті жасай алмаймыз. Бұл етістіктерде кішкене басқаша жасалынады. Мысалы қарап көрейік. Мысалы read деген, оқу деген етістік өткен шаққа алмасқанда read болып жазылады, бірақ оқылуы өзгереді, read болады. Мысалы see деген етістік, көру деген етістік saw деген сөзге өзгереді. Write жазу деген wrote деген сөзге өзгереді. Build мысалы бір нәрсені соғу, бір нәрсені құрастыру, салу деген сөз build деген сөзге өзгереді. Яғни бұл етістіктер өткен шаққа алмасқан кезде кішкене басқаша түрге ауысатын етістіктер. Мысал жасап көрейік. I read a book. Мен кітап оқыдым. Яғни жазылу бірдей болғанмен оқылу басқаша. I read a book дейміз. Мен кітап оқыдым. We saw you in the supermarket yesterday. Біз сені кеше супермаркетте көрдік. They wrote an email. Олар email жазды. Write емес wrote болады. Жазды. You built the house last year. Сен алдыңғы жылы үйді салдың. She went to the cinema yesterday. Ол кинотеатрға кеше барды. Go деген сөздің өткен шақтағы түрі went болады. Мұнда жақшаның үшін жазып қояйын. Go деген етістіктің өткен шақтағы түрі went болады. Мына етістікте қарайық. Бұл етістік spend деген етістік. We spent a lot of time in Astana this summer. Біз Астанада осы жаз көп уақыт өткіздік деген сөйлем болады. Өткен шаққа алмасқанда міне осындай басқа түрге ауысады. Мысалы read, read, see, saw болады, write, wrote, come, келу деген сөз came болады, become, became, bring, brought, go деген сөз went болып ауысады. Бұларды қайдан оқып үйренеміз? Жалпы ағылшын тілінде интернетте болсын, кітаптарда болсын, irregular verbs-тің, яғни дұрыс емес етістіктердің тізімі көрсетіледі және қасында етістіктің жанында өткен шаққа қалай алмасатыны көрсетіледі. Біз осы өткен шақтарын жаттап үйреніп аламыз. Тек осылай ғана етістіктің өткен шақтағы түрін жаттайтын боламыз.
Келесі үйренетініміз I opened the window, мен терезені аштым деген сөйлемді болымсыз сөйлемге қалай айналдырамыз. Яғни мен терезе ашпадым деп ағылшын тілінде қалай айтамыз. Ол үшін көмекке бізге қайтадан do етістігі келеді. Do етістігі бұл осы шақтағы етістік, бұның өткен шағы did болады. Осы do етістігін өткен шақтағы түрімен біз болымсыз сөйлемдерді жасаймыз. Сонымен I did not open the window болады. Біз openға ed жалғауын жалғамаймыз, өйткені ол өзінің ed жалғауын did арқылы жасап тұр. Яғни сөйлемде біреуі өткен шақта тұр, ол сөйлемнің өткен шақтағы болымсыз түрі екенін көрсетіп тұр. I didn't open the window. Мен терезені ашпадым. Яғни did not деп емес, didn't деп қысқартып та айтуға болады. I didn't open the window. Мен терезе ашпадым. Осы сөйлемді басқа есімдіктермен жіктеп шығайық. We didn't open the window. Біз терезені ашпадық. You didn't open the window. Сен терезені ашпадың. You didn't open the window. Сендер терезені ашпадыңдар. He, she, it didn't open the window. Ол терезені ашпады. Және олар терезені ашпады деп they didn't open the window деп сөйлемдерді жасаймыз. Ал енді I opened the window деген сөйлемнің сұрақ сөйлем түрін қалай жасаймыз? Яғни мен терезе аштым деген сөйлемді мен терезе аштым ба деп жасау үшін қайтадан бізге do етістігін көмекке келеді, бірақ оның өткен шақтағы түрі келеді. Сонымен did I open the window деп жасасақ, сөйлем сұрақ сөйлемге айналады. Яғни openға ed жалғауын жалғамаймыз, өйткені оның ed жалғауы did арқылы жүзеге асып тұр. Did деген do етістігінің өткен шақтағы түрі. Қосымша етістік рөлін атқарады. Did I open the window деп сөйлемді жасаймыз. Барлық есімдіктермен жіктеп шығайық. Did I open the window? Мен терезені аштым ба? Did we open the window? Біздер терезе аштық па? Did you open the window? Сен терезені аштың ба? Did he open the window? Ол терезе ашты ма? Did they open the window? Олар терезені ашты ма? Деп міне осылай сөйлемдер жасаймыз. Болмаса what did you open? Сен нені аштың? Терезені аштың ба? Деп нені деп сұраймыз. Мысалы былай сұрасақ та болады. Where did you go yesterday? Сен кеше қайда бардың? Where did you go yesterday? Деп міне осындай сөйлемдерді жасаймыз. Осы сабақта ағылшын тілінде етістіктердің өткен шақта қалай жасалу жолын үйрендік, және етістіктер өткен шаққа алмасуына байланысты дұрыс және дұрыс емес етістіктер болып екіге бөлінеді. Regular verbs, open, close, visit деген етістіктерге ed жалғауын жалғасақ болғаны, бұл етістіктер өткен шаққа алмасады. Ал irregular verbs, дұрыс емес етістіктер, read, see, write, build, go, spend сияқты басқа да етістіктер басқаша сөзге немесе оқылу өзгереді. Яғни ed жалғау жалғанбайтын етістіктер түрлері, және бұлардың тізімін көбінде онлайн интернеттерде, кітаптарда көбінде осының тізімін көретін боламыз, және сол тізім бойынша сөздің өткен шақта қалай жасалынатынын жаттайтын боламыз.